Біз білім беріп отырған 21 ғасырдың оқушысы мектепті қалай бітіру қажет? Өзгерістерге тез бейімделе алатын, өз білімін өмірде пайдалана алатын, бойына ұлттық құндылықтарды жинақтаған, білімге құштар, еңбек сүйгіш, отаншыл болу қажет. Балалар, телефонымызды аламыз, мөрже айтсын, қолданып көрейік, әркім телефондарын ашып, сканермен осы әдісті көрейік. Бұл жерден біз ми бөлімдерін анық виртуалды әлемге кіру арқылы көреміз. Осыған орай, мен жұмыс барысында көптеген әдістерді қолдана отырып, білім алушылар үшін тиімді платформалар дамыған заманда ұялы телефондар немесе смарт тақтамен жұмыс жасағанды ұнатады. Сол себепті назарларыңызға іс тәжірибемнен оқушыларым үшін тиімді болған бірнеше әдістерді ұсынбақпын. Бұл әдістерді қолдану барысында білім алушылардың бойында түсіну, білу, қолдану дағдыларының қалыптаса бастағанын байқадым. Merge Paper Cube платформасы. Бұл әдіс тиімді әдістердің бірі. Бұл әдіс арқылы оқушылар өзіне қажетті ақпаратты тақырыпқа сай виртуалды әлемге байланыс орнатады. Тапсырмасына перфокарта әдісі берілді, тынысалу тақырыбына байланысты берілді. Кім жасап келді? Перфокарта әдісі. Перфокарта әдісін оқушылар сабақта қолдану арқылы адам қаңқасының құрылысын, ас қорыту мүшелерінің ағзаларын, көздің құрылысын таба отырып сабақты түсіне білді. Парақ қоясыздар. Парақ қою мақсатында осы ас қорыту мүшелерін жазамыз. Паска құрылғыларын қолдану. Сабақ барысында оқушылармен құрылғыларды пайдалану арқылы әр оқушы өзінің өкпесінің тіршілігінің сыйымдылығын өлшей білді. Бұл жұмыс барысында оқушы өкпедегі ауаның салмағы бар екенін, оны адам өмірінде қаншалықты маңызды екенін білді. Нәтижесінде білім алушылардың құрылғылар мен платформалар арқылы қызығушылығы артып, мақсатқа жылдам қол жеткізді.